Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз энергияның сақталу және айналу заңына есептер шығаратын боламыз. Жалпы алдарыңызда энергияның сақтау және айналу заңдарына қажетті формулалар, механикалық жұмыс, кинетикалық энергияның формуласы, потенциялық энергияның формуласы және толық механикалық энергияның формулалары берілген. Дәптерлеріңізге түртіп жазып аламыз. Қазір біз есеп шығару барысында осы формулаларды пайдаланатын боламыз. Жалпы энергияға келетін болсақ, ол жоқтан пайда болмайды және жоғалмайды. Ол тек бірінші түрден екінші түрге ауысып отырады. Енді осы энергияның өмірдегі маңызын көрсететін болсақ, мысалға батареядағы энергия шамды жағу үшін жарық энергиясына айналады. Немесе біз химиялық алған энергияны, мысалға біз велосипед немесе жұмыс жасау үшін оны механикалық энергияға айналдырамыз. Сол сияқты розеткада шамды жағу үшін ол жарық энергиясына немесе пешті жылыту үшін жылу энергиясына ауысып отырады екен. Жалпы энергия бізде өмірде күнделікті қарапайым мысалдарда да қолданылады екен. Енді бірге есептер шығарып көрейік. Бізде алғашқы есеп, мәтін бірге оқысақ, массасы 7 килограмм шана 5 метр биіктіктен сырғанап түсіп, тау етегінде 100 джоуль кинетикалық энергияға ие болады. Шананы тау етегінен қайтадан сол биіктікке көтеру үшін қандай жұмыс атқару қажет? Есеп барлығыңызға түсінікті деп ойлаймын. Жалпы таудың шыңындағы шананың биіктігі, яғни біз потенциялық энергияны алдымен тауып алайық. Бізге жалпы толық жұмысты табу керек. Бізде потенциялық энергияның формуласы mgh. Потенциялық mgh. Енді орнына қоятын болсақ, бізде массасы 7 килограмм, меркін су үдеуі бізде жоқтап алғанда 10 метр бөлінген секунд квадрат, ал биіктігі бізде 5 метр. Сонда бізде 350 джоуль потенциялық энергия жұмсалады екен. Енді бізде тау етегінен түскендіктен үйкеліс күші бар екенін ескеруіміз қажет. Сонда бізде кинетикалық энергия бізде 100 джоульға тең. Енді бізде энергияның сақталу заңында потенциялық энергия тең үйкеліс жұмысы қосылған кинетикалық энергия. Үйкеліс деп қояйық мына жеріне. Енді кинетикалық энергия. Қазір біз бұл жерден үйкеліс жұмысын тауып аламыз. Сонда бізде потенциялық энергия азайтылған кинетикалық энергия болады екен. Мәндерін орнына қояйық. Сонда бізде 350 азайтылған 100 джоуль. Сонда бізде 250 джоуль. Үйкеліс жұмысы болады екен. Енді біз толық жұмысты табу үшін потенциялық энергия мен үйкеліс жұмысын бір-біріне қосатын боламыз. Толық жұмысты табу үшін үйкеліс жұмысы мен потенциялық энергияны бір-біріне қосамыз. Сонда 350 джоуль қосылған 250 джоуль. Сонда бізде болады 600 джоуль толық жұмыс атқарылады екен. Балалар, сіздерге есеп түсінікті деп ойлаймын. Міне сонда бізде толық жұмыс 600 джоульға тең болды. Балалар, келесі есепті шығарайық. Бізде 24-ші есеп. 2 метр биіктіктен еркін түсіп келе жатқан массасы 400 грамм дененің жерге соғылар мезеттегі кинетикалық энергиясы қандай? Соқтығысу нәтижесінде бүкіл потенциялық энергия кинетикалық энергияға алмасады. Яғни сонда біз
потенциялық энергия тең кинетикалық энергия деп ала алады екенбіз. Тең кинетикалық энергия. Сонда бізде кинетикалық энергия тең mgh. Енді аламыз да орнына қоямыз. Кинетикалық энергия mgh, бізде 400 грамм, оны қыбыжға келтіретін болсақ 0,4 килограмм. Енді оған көбейтеміз 2 метр және еркін сөйлеу жоқтап алғанда 10 метр бөлінген секунд квадрат. Сонда бізде кинетикалық энергия 8 джоульға тең болады екен. 8 джоуль. Есеп өте оңай, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепті жалғастырайық. Есептің мәтінін оқитын болсам, бастапқы кинетикалық энергия 400 джоуль және массасы 2 килограмм тасты тік жоғары лақтырған, тастың жылдамдығы 10 метр бөлінген секунд болғандағы көтерілу биіктігі қандай? Бізге биіктікті табу керек. Енді қараймыз. Бізде бастапқы жылдамдық, яғни толық энергияның формуласы. Толық энергия бізде тең кинетикалық энергия қосылған потенциялық энергия. Формуланы теңестіріп, формуланы ашамыз. Бізде толық 400 джоуль, ал кинетикалық энергияның формуласы бізде 1,2 масса көбейтілген жылдамдықтың квадраты, яғни бұл квадрат. Қосылған потенциялық энергияның формуласы mgh. Енді 400 джоуль орындарына қояйық. 1,2 көбейту масса бізде 2 килограммға тең. Жылдамдық 10, 10-ның квадраты қосылған 2 көбейтілген 10 еркін сөйлеуі және h. Енді біз осы жерден h-ты тауып алайық. 20h тең 10-ның квадраты 100, 400-ден азайтсақ 300. Онда бізде h тең 15 метрға тең болады екен. Яғни биіктік бізде 15 метр. Тастың жылдамдығы 10 метр бөлінген секунд болғандағы көтерілу биіктігі 15 метрге тең екен. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Енді балалар қараймыз. Келесі есеп, дененің белгілі бір биіктіктегі потенциялық энергиясы 100 джоуль, ал кинетикалық энергиясы 200 джоуль болса, оның толық механикалық энергиясын табу керек. Сіздер бастапқы берілген формулаларды пайдаланып, оның толық механикалық энергиясын өздеріңіз тауып, жауабын пікірде бөлісіңіздер. Сонымен балалар, біз бүгін энергияның өмірдегі маңызын және оның сақталу заңын есептер арқылы меңгердік. Есте сақтаңыздар, энергия ешқайда кетпейді, тек түрін өзгертеді. Балалар, бүгінгі есептер түсінікті болса, соңғы берілген есепті өзіміз шығарып көреміз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.